Жерлестер наурыз. Авторы Жеңіс Қане. 2025 жылы 7 сәуір күні Алматы қаласындағы Сұлтан сарайы мейрамханасында Ерен Қабырға тауынан келген жерлестер наурыз мерекесін тойлады. Биылғы наурыз айы толығымен ораза ұстаумен өтті. Біз ата-баба дәстүрін ұстанумен қатар, Алласын ұмытпаған, дінін ұлықтаған халықпыз. Игіліктің ертегеші жоқ дейді дана халқымыз. Алланың парызы орындалып, ауыз ашылғасын сәуір айы туа, көк шығып, күн жылынып, ел арқасы кеңіген соң ұйымдастырылыпты. Бұл игі шара. Жұмыстан келіп, менің қолым бос кезге тура келгендіктен, Алатау баурайын сілкіндірген, біраз жүректің дүрсілін тездеткен бұл наурыз тойына мен де қатыстым. Сауандықтардың наурыз атанған бұл жолғы бас қосу мұнан бұрын да 3 жыл бойы қатарынан өткен екен. Биыл 4-ші жыл. Ендеше, мұны ұйымдастырып отырған жігіттер де тәжірибе молынан бар деген сөз. Түстен бұрынғы сағат 11-ден өте басталған шараға жан-жақтан ағылған ел таңғы сағат 9-дан бастап Сұлтан сарайы алдында жинала бастады. Қазақи ою-өрнекті шапан мен қалпақ киген аталар, ағалар, інілер, ақ кимешекті, ою-өрнекті камзол, көйлек киген әжелер, апалар. Басына тақия қондырып, қозетек көйлек киіп мұң бұралған қыздар. Келіншектер қазақтың байырғы заманын еске түсіріп, көздің жауын алады. Әсіресе, нәзік жандылар жағы бейне бір көктемнің осы бір кезіне сай түрленген көбелектей, немесе құлпырған гүл тәрізді. Сәуірдің бүгінгі күні де жайдары еді. Алуан, әсем көрініске еліткен менің көңіліме ұлттық мерекеміз әсер сыйлап, іштей толқумен болды. Бір кезде еңселі сарайға кірсем, орындарына жайғасқан көпшілік қара нопыр қалың жұрт екен. Мөлшері 300-400 адам бар деп жатты өзгелер. Бұл тойда ұлттық ойындардан жігіттердің қол күшін, білек қарымын сынайтын, жаурын жілік сындыру, тайдың қалың тулағын ұрып, қамшымен тілу, қамшыгерлік, қол басу сияқты іс-қимылдар болып өтті. Менмен деген күш қайратты азаматтар ортаға шығып, бұл бәсекеге ат салысты. Жігіттермен бірге ақ жаулықты нәзік жандылардың да ортаға шығып, өз қарындарын көрсетуге тәуекел етуі бәрімізді қайран қалдырды. Әр ойынның соңында көпшілік алдында жеңімпаздарға мадақтау қағазы және заттай сыйлық берілді. Енді бір кезекте қазақи киім киінген қыздар сахнаға шығып, шеңбер жасап тұра қалып, ұмытылып бара жатқан ұлтымыздың сақина жасыру ойынын ойнап, іздеушіге мәлім боп, ұсталып қалған қыз нақ майдан өнер көрсетті. Бәсекесі қыза түскен жарысты тамашалап отырған көп қауым тынбай қол соғып қошаметтеп, өнерпаздарға шабыт сыйлады. Үстел толы адам, дастархан толы дәм, бал бауырсақ, жеміс жидек, наурыз көже, жылқының тартылған табақ еті. Алдыңа қойылған берекенің астынан жей отырып, ән күй тыңдаған қандай ғанибет десеңші. Әрі, ол ата дәстүріміз наурыз мерекесінің тәтті дәмі болса. Біздің әнші қыз жігіттер шырқаған ән сарайдан шығып, алқып, шалқып, аспанға сіңіп жатқандай сезім сыйлады. Баба салтын ұмытпаған жігіттер кішкентай үкілі баланы ортаға шығарып, алақан жайдырып, әмин деп ақ сақалды атамыздан бата сұратты.
Той тізгінін қолға алған асаба, айтыс ақыны Хазірет Бердіқанұлы тебіренді-ау деймін. Қайда жүрсе де берекесін, салт дәстүрін ұмытпаған Сауан жұртын мақтап, жырларын төгіп-төгіп жіберді. Композитор Дүйсентай Құсманұлының Алтын Сауанға арналған әнін қыз жігіттердің хор етіп айтуымен басталған той, қонақ жігіттің қобызға қосып айтқан аға жайымен жалғасты. Ары қарай дәстүрлі әнші Хажыбей Қостыбайұлы үкілі домбырасын қолға алып, Біржан Салдың әнін әуелете шырқағанда, оның асқақ дауысы аспанға, ауаға ілініп тұрғандай әсер сыйлады. Әнші Сәулебек Босынқызы ақын Болат Құрманғажыұлының сөзіне жазылған өз әні Қайран Сауанды орындады. Диктор Әмірзада Мұқашұлы айтыс ақыны Қайрат Құлмұқаметұлының Сауан толғауын оқып, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Басқа да қыз жігіттер өз өнерлерін көрсетті. Бірінші дастархан жиылар сәт жақындағанда кезек маған да келіп еді. Бұл жылғы жерлестердің наурызына соңғы кездері шыққан 2 кітабымды ала келіп едім. Алғашқы кітабым Тыныштықты 2015 жылы Ерентаудың ауасын бірге сіміріп, суын бірге ішкен Мамырбек Зәкенұлы, Оралбек Сағбарұлы қатарлы жігіттер көмек қолын созып баспадан шығарып беріп еді. Содан бері аттай заулап 10 жыл өте шығыпты. Басы сәтті басталған іс соңы жалғасын тауып, қазірге дейін 6 кітабымды шығарып үлгердім. Биылғы наурыз айының соңын ала жерлестердің наурызға шақыру құлақтандыру WhatsApp желісіне түскенде, осы шараға көбік шашқан жан көбірлері деген 2 кітабымның таныстырылымын жасасақ қалай болар екен деген ой келіп, сыныптас досым Ғылымғазы Төлегенұлына құлаққағыс еткен еді. Бұл ұсынысты наурыз тойын ұйымдастырушы жігіттер бірден мақұлдады. Сондықтан да іштей дайындалып, бұл келісімде інім Оразғалайды ертіп, мәшіне артқы сандығын толтырып, кітаптар ала келіп едім. Ортаға қойылған үстелге кітаптар тізіліп, асаба мені көпшілік алдына шығарған соң, кітап лентасын қиюға ақын, жазушы, сыншы журналист Болат Құрманғажы, ақын саясаткер Ауыт Мұқибек, Алматы қаласы әкімі аппаратының әдеп жөніндегі кеңесінің өкілі Мамай Ахмет ағаларды шақырды. Болат Құрманғажы аға микрофонды алғаш болып қолға алып, менің шығармашылығым жайлы сөйлеп, қысқаша таныстырылым жасады. Болат аға менің бала кезден өлеңге, әдебиетке пейім болып, анау бала кездің өзінде әйгілі ақын Омарғазы Айтанұлының поэмаларын жатқа оқығанымды, басқа да ақын жыршылардың өлең толғауларын жаттағанымды, мектептегі оқу жылдарынан кейінгі таяқ ұстап қой бағып, көшпенділер өмірін сүріп жүріп ақ, талантты ақын болып, жақсы өлеңдер жазғанымды. Қазір қазақ елінде батыс өңірде мұнай саласында жұмыс істеп жүріп ақ, демалыс орайынан пайдаланып, 6 бірдей кітап шығарып үлгергенімді, біраз қоғамдық жазушылар одағына мүше екенімді, енді Қазақстан жазушылар одағына өтуге шартымның толатыны туралы баса айтты. Бөкең мен туралы жеңіс жырларындағы жеңімпаздық деген мақалада жазған болатын. Болат аға сөз кезегінде менің түн туралы жазған өлеңдерім 40-тан асатынын айтып, мазмұнына талдау жасады. Болат Құрманғажы ағаның сөзі керемет болды. Сөз соңында 2-3 жыл бұрын тұсауы кесілген кітаптарынан 50-60 кітап ала келгенін, көпшіліктің алуына болатынын айтты. Өзінің тас жарған кітабын шығарып берген сауандық кәсіпкерлерге рахмет айтып, аттарын атады.
Ауыт аға мен Мамай аға сөз кезегін алып кітап жайлы, рухани байлық жайлы сөйлеп, кітап лентасын қиып, маған сәт сапар тіледі. Бізге берілген уақыт шақты болғандықтан мен көп сөйлемедім. Тек өзімнің туған елімнің алдында еңбектерім жария етіліп, кітабымның таныстырылымы болып жатқанын мақтаныш еттім. Ары қарай осы жолғы наурызға арнап жазып келген толғауымды оқып бердім. Бұйырса, толғау мәтіннің осы жазбаның соңына саламын. Кітап таныстырылымы бітіп, ағалармен суретке түскен соң, көпшілік қаумалап келіп, үстел үстін толтырып тұрған Болат Құрманғажы ағаның 4 кітабын, менің Жеңіс Ханеннің 6 кітабымды талап алып кетті. Сол сәт әсерлі болды. Шетке шыға бере құттықтап, қолымды қысқан алақандар ыстық сезілді. Меніңше, осы жолғы сауандықтардың наурызын, мазмұнын менің кітабымның тұсаукесері байыта түсті деуге болады. Демек, Болат Құрманғажы ағаның кітаптары да өзі оқырманын тапты. Дастарқан аралық үзілісте сыртқа шықсам, Сұлтан сарайы алаңында көпшілік жиналып, есікпен төрдей шоқтықты ақбоз атты айналып қаумалап тұр екен. Сөйтсем, бұл ат 20-30 жылдан бері қандастар көші-қоны мәселесін көтеріп, еңбектеніп жүрген Ауыт Мұқибек ағамызға арналған екен. Әуелі, Ауыт ағаның арқасына ұлтты қою өрнекті шапан жабылып, көпшілік қаумалап, ақбоз аттың үстіне қондырып, қолына қамшы ұстатты. Ауыт аға ат үстінде қос зөңгісін шіреніп тұрып, тебіренген бейнеде аздаған еңбегін елеген, астына тақып долар ат мінгізген Сауан еліне, азаматтарына алғыс білдірді. Және бұл сыйлықтың бірінші рет болып тұрғанын да айтты. Ауыт Мұқибекұлы көпшілікке алғыс сөзін сарай ішіне кіріп, жұртшылық екінші дастарханға отырғанда, тойхана төрінен шығып, қайта жалғастырды. Қасында жазушы Серік Нұғманұлы ағамыз бар. Екеуі қатар тұрып, сонау тарихқа, Сауан ауданында өткен Нұрпай батыр, Қалибек хакім, Тақман батырлар хақында сыр шертті. Қасен Оралтай ағаны да еске алып өтті. Біз бұл жайды бұрыннан білсек де, ағалар қайта еске салды. Біздің сауған ерлері кезінде Еуропаға дейін жортқан көкжалдар екенде, ата жұртта жүрген біз, соның ұрпақ ізбасарлары екенбіз. Наурыз тойы соңында ұлттық киімдері жарасқан әже апалар ортаға шақырылып, сый-сияпат жасалып, бұйымдар ұсынылды. Басы қасында болмаған соң білмеппіз. Бұл жолғы наурыз тойын Алматы қаласы маңайындағы Ерентаудан келген жерлес 55 жігіт бастама көтеріп, қаржы шығарып ұйымдастырған екен. Бәрінің аты аталып, ортаға шақырылып, мақтау, мадақ айтылып, грамота ұсынылды. Әбілқайыр ағаның айтуынша, осы шараға 50 мыңдап, 100 мыңдап ақша атағандардан тыс, бір өзі жылқы атаған Жаныбектей азаматтарымыз да бар екен. Осы орайда мен наурыз тойын ұйымдастырып, көз алдымызда жүгіріп жүрген, өзіме мәлім, бірнеше азаматтардың атын атай кетуді жөн көрдім. Әбілқайыр Төлеухан, Саяқат Әсімхан, Мамырбек Зәкен, Ғылымғазы Төлеген, Хайратбек Мырзағали, Ханаш Кәкімғазы Саяқат. Осы аты аталған жігіттер бастап, қалған жігіттер қостап, осы мерекені абыроймен өткізген екен. Жігіттердің бәрінің атын шағын жазбада жазып шығу мүмкін емес. Жақында бұл жолғы той камераға түсірілген нұсқасы ютубқа салынады екен. Содан көруге болады.
Бәрін айт та бірін айт, біткен істің жөнін айт демекші, бірлік бар жерде тірлік бар. Әрине, береке қиындықты жеңіп шығуға көмектесіпті. Осылайша, Алатау бауырында, Алматы қаласында өткен мерекелік іс-шара өз мәресіне жетті. Бұл жолғы наурызға жылқы атаған Жаныбек бауырымыз келесі жылы наурыз тойын өткізетін жігіттерге дәстүр бойынша жылқының кәрі жілігін ұстатты. Саяқат ағамыз айтқандай, наурызда асып жейтін кебеже сандығымыз түбінен бір жілік етіміз үзілмесін. Төменде осы жылғы наурызға арнап жазған өлеңімді жариялай кетейін. Оқи отырыңыздар. Жерлестер наурызы. Қуанғанда желкендерін желгерер, қиналғанда бір-біріне дем берер. Армысыңдар, арда қазақ ұл қызы, бармысыңдар, Ерентаудан келген ел. Ардақтысы ішіндегі айлардың, наурыздай мерекеңнен айналдым. Тойлап жатқан ұлы күнін ұлыстың, ағайындар, берекеңнен айналдым. Көктейді енді, ағаштардан бір шығып, көкке қолын созар көңіл құлшынып. Наурызда күнменен түн теңеліп, қайнайды екен қайта оянып тіршілік. Қысқы тонын шешіп барлық отбасы, қиындықтың түсер бастан ноқтасы. Аңыздарда айтуынша, осы күн ериді екен Самарқанның көктасы. Қызғанышқа қызғалдағын жұлдырмас, жердің шары секілді ғой біздің бас. Келді, міне далалықтар жылбасы, жасыңа дос қосып алшы бір-бір жас. Тоқтата алмай қуаныштың тасқынын, түндігіңмен есігіңді аш бүгін. Сауан жұрты айналайын өзіңнен, ұмытпаған салты менен дәстүрі. Көп қоялда біз шығатын биіктер, бауырларым бойға қуат жиып кел. Өткізуге атсалысқан бұл тойды рахмет, жерлес барлық жігіттер. Дүбірлетіп, мынау байтақ даланы шоғыры мол керуен барады. Көкірегінде жанған жұлдыз жоңғардың, сағындың ба, ел Сауан деген қаланы. Сағыныш бар, жоқ қой бізде басқайып, қосылып бір бәріміз ән бастайық. Біздің ерлер маңғаз, дара тұлғалы, Ерентаудай мойымайтын қасқайып. Іс оң болар, айтылған соң Алла аты, иман байлық нәсіп болмас алғаты. Алтын Сауан тұлпарының үнімен, жыл осылай дүбірлесін Алматы. Ақ тілектер, ақтарылсын сөз өлең, көктем келсе қиял жүріп кезеген. Дайындаған әпкелер мен қарындастар, наурызда көп жейік көжеден. Айдан аман, жылдан есен өтейік, Алатауды сілкіндіріп кетейік. Туысқандар, аман болып басымыз, наурыздан наурызға жетейік. Наурыздан наурызға жетейік. Жеңіс Ханет. 2025 жылы 7 сәуір. Оқыған Шекер Қадылбекқызы.